есеп. Теплоход пен ағыс жылдамдығын қосқан кездегі жылдамдық бізде 6,5-тен 4 екен. Енді ағыстың жылдамдығы бұнда 2,4-тен 1. Біз бұл жерден теплоходтың жылдамдығын тауып алуымыз керек. Одан кейін сұрақ қояды. Теплоход ағысқа қарсы жүзгенде қандай жылдамдық болғанын табуымыз керек. Яғни теплоходтың жылдамдығын ағыс жеп қойғандағы жылдамдықты табуымыз керек. Бізде бүгін кейіпкер Асанәлі шығарады. Біз мына жерде X деп белгілеп аламыз да теплоходтың жылдамдығын табамыз. Бірінші амал. Асан айтып тұрып шығар. Не істейміз Асанәлі? 6,5-тен 4. Иә. 5-тен 4-тен 2,4-тен. Жақсы. Ортақ бөлімі неше болады, балалар? 20-дан болады, иә? Бастарына толықтауыш көбейткіш береміз. 4 бүтін. Так, ана жерде 16. 5. 16-дан 5-ті аламыз. 11. Болды, қысқармайды. Тұра тұр, екінші амал дейміз. Осымен біздің бірінші амалымыз аяқталды. Енді екінші амалды табамыз. Екінші амалда не істейміз? Екінші амалда шыққан санын 2,4-тен 1. Яғни жылдамдықты тағы да, ағыс жылдамдығын тағы да бір рет азайтамыз. Ал. 4,20-дан 11-ден азайтамыз ағыстың жылдамдығын. Сонда біз ағысқа қарсы жылдамдықты табамыз. Тең. Ортақ бөлім 20 мен 4-тің неше болады, балалар? 20 болады. Толықтаушы 4-тің басына 5-тен болады. Сонда 11-ден айтып тұрасан, 11-ден 5-ті азайтқанда 6, енді қысқартамыз. Нешеге қысқарады? 20 мен 6-ның ортақ бөлгіші неше? 2. 10-нан 3. Жақсы. Бұл біз не таптық? Жауабы? Жауабын. Ағысқа қарсы жүзгендегі несін? Теплоходтың жылдамдығы. Яғни теплоходтың жылдамдығы азайып қалды, Басында ол 4. Теплоходтың жылдамдығы нау ғой бізде Асан, Сол ағыстың жылдамдығын алу арқылы біз теплоход қарсы жүзгенде оның жылдамдығы 2,3 болған таптық. Жақсы, жауабы бүйтіп жазайық. Теплоходтың жылдамдығынан ағысты алып тастаған жылдамдық, 2,3 км/сағат. Жақсы, рахмет.